Перизат Нұрсұлтанның балалық шағы қандай болғанын естіп, жылап жіберді. Және де Перизат айтты, Нұрсұлтан ерте жасынан анасынан айырылып, ерте есейіп кеткен екен деді. Бәсе, не деген өмірге төзімділік, не деген батырлық, не деген әділдік қайдан шыққан десем, өмір Нұрсұлтанды өзі тәрбиелеген екен деді Перизат. Бірақ мен, Нұрсұлтан, осындай сынақтарға қарамастан, кішкентай кезінде анасынан айырылғанға қарамастан сынбағанына қатты қуанамын. Себебі енді Нұрсұлтан менімен бола алады. Мендей әйелін қуантып жүре алады, деді Перизат өз оқырмандарына және де қырғыз қазақ халқына. Мен Нұрсұлтанды бақытты қыламын. Балалық шағында көрмеген махаббатты беремін, деді Перизат өз мақсатына соны қойып. Енді Перизат өз сөзінде тұрады ма, алда көретін боламын. Ренжіме дейсіз, ол қалай деп? Менің қолымнан келмейді, қалай жасаймын деп дайректке жазып жатсыздар ғой. Қолыңыздан келмейді, әрине, қанға сіңіп кеткен ғой. Кәдімгідей үйреніп кеткен іс-әрекетіңіз. Осы өмір бақи әркімге ренжіп, әркімді ғайбаттап өміріңіз өтіп жатыр. Дальше өміріңіз солай өткенін қалайсыз ба? Есіңізде болсын. Аузыңыздан ғайбат түспей ма? Адамдарға ренжуді тоқтатпайсыз ба? Ешқашанда өміріңіз жақсы бақытқа қарай, тура жолға қарай түспейді, есіңізде болсын. Бірінші сіз жасау керек дүние, міне, ғайбат айтпауды үйрену керек, және де ешкімге ренжімеуді үйрену керек. Жеке сабаққа келесіз, өміріңізде не болып жатыр, барлығын сол жерде талқылайтын боламыз. Кез келген сұрағыңызға міне жауабын сол сабақта таба алатын боласыздар. Қыздар, 30 ғана қыз қабылдаймын. Өзіңіздің орныңызды алып үлгеріңіз, көп ойланбай. 20 000 теңге ма? 20 000 теңгемен өміріңізді өзгертіңіз. Күтемін. Қараңыздар, балқаш қалай қойып шықты. Міне, мынау біздің кухнядағы батареямыз. Одан бөлек мына жақта коридорға мынандай батарея қойдық. Одан кейін мынау залдағы батарея қойылып бітті. Ал қазір мына жақта спальныйдың батареясын көрсетемін сіздерге. Мынау уже спальныйдың батареясы, міне. Міне. Как положено, уровеньмен қойылып жатыр. Ал мына жақта енді екінші спальныйдың батареясы қойып жатыр, міне балқаштар үшін. В общем, бүгін батареяның жұмыстары аяқталайын деп тұр ғой, Құдай қаласа. Трубаларын тартып, батареяларын бәрін қойып, ал енді мына батареяның астындағы трубалардың бәрі Құдай қаласа чистовой стяжканың астында кететін болады. Айтпақшы, мына жерде бар, міне мынаны ұмытып, мынау санузылдікі. Санузылдың батареясын көрдіңіздер ма? Осылай достар, мықты жұмыс болып жатыр. Теплый болдың заттарын алып қойғанбыз. Теплый болатамыз Құдай қаласа. Қайшы, көріп тұрғандарыңыздар, даусым жазылып қалды. Өзім де жазылыма Аллаға мыңда бір шүкір. Негізі иммунитеті сәл түскен адамға резко жұғады екен ше. Бұл вирус қатты жүріп жатыр ғой, өздеріңіз білесіздер. Біз енді аңсарға, ызғасарға жұқпады ма деп жатыр. Шүкір, оларға жұққан жоқ, потому что енді олар енді тамақтарын жеп жатыр, витаминдер қабылдап жатыр максимально. Айтып тұрмын ғой, тамақ іше беріңіздер, иммунитет көтере беріңіздер. Балаларыңызға витамин бере беріңіздер. Сол үшін сразу біз өзіміздің жаңа отзыв келіп жатыр маған, кәдімгі күшті отзыв. Шынай отзыв қой бұл адамдардың. Мен бұрыннан білесіздер, 6 айдан бастап, қашаннан бері мен сіздерге бірінші мен айтқан шығармын негізі. Бөлмарин ұсынған болатынмын, енді өзім результатын көрдім ғой, баламды көріп те жүрсіздер. Аллаға шүкір, дамуына жақсы көмектесіп жатыр ғой. Запор деген нәрседен құтылды, соның арқасында бізде запор көбірек болған болатын. И вот, қазір вирустан тем более өте жақсы көмектесетін ол Бөлмарин, сіздерге айтайын. Көптеген адамға көмектесіп жатқаннан кейін мен сіздерге кешкі сағат 10. Біз қазір шашлық жеуге келдік мына жаққа. Енді блефропластиканы жасатам ба, жасатпайым ба білмей тұрмын. Енді оны жасатуда біраз ақша кетеді. Одан бөлек біз мына жақта ақша көп құртып жатырмыз. Тамаққа, туда-сюда, таксиге деген сияқты. Сол ақшалардың барлығын орнын толықтырып жатырмыз. Егер сізге де қызық болса, осында кіріңіз. Ештеңені бүгіп те қалмаймын, барлығын сыртқа шығарып айтатын боламын. Иә, мен өзімде кейде таңғаламын. Қалай ол? Кеше ғана осындай қыз едің, қазір кез келген ситуацияға, мысалға басыма бір проблема келеді ғой, сразу Аллахқа айтам, Аллахым дейм, енді мына проблеманы маған көтере алады деп беріп тұрсың ғой деймін да, мен көтере алам. Неге білесіз ба көтере алам? Өйткені менде сен барсың ғой деймін да. Сол үшін де мен бұл проблеманы көтере алам. Өйткені мына проблеманы шешуге менде күш те қуат та жоқ, Раббым. Оны сен маған шешіп бересің, Аллахым. Сен маған шешуге жәрдем бересің. Сен барда мен ештеңені уайымдамаймын. Мен сен барда тек еркелеп, бақытты күйде
дәл солай өмір сүрем болды. Аллахқа жақын болған кезде өмір сіз үшін өте керемет. Аллах тағала арқылы ғана болмаса, менде күш те, қуат та жоқ. Менің сабағыма келіңіз, бірақ бір Аллаға сеніп қана келіңіз. Егер Алла қаламаса, мен сізге қанша білім берсем де, қанша нәрсе берсем де, ұғындырғым келсе де, түсіндіргім келсе де, Алла қаламаса, құнын айтсам, шынымен де сіздер күлесіздер. 21 күндік сабақтың бағасы 20 000 теңге. Сіздер менімен дәл осылай прямой сөйлесесіздер. Сонымен қатар 21 күн бойы бірге боласыздар.